Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Келіп жеткен Рамазан барлықтарыңызға мүбәрәк болсын. Осындай Рамазан айына байланысты 30 күндік ас мәзірін сіздерге ұсынайын деп шештім. Бүгін бірінші күн болғандықтан ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Өте асқазанымызға ауыр болмайтын осындай жеңіл тағамдарды дайындадым. Сіздермен толық рецептін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етін тазалап жуып, табамызға саламыз. Үстінен сәбіз және жуаны салып, тұзды салып, үстінен мұздай суды құйып, біздің газымызге қоямыз. Қайнау керек. Ең алдымен осындай тәттіге, дәл осындай қазіргі таңда хитқа айналған дәл осындай құрмадан өте дәмді шоколадты құрманы тәттіге әзірлейін деп жатырмын. Дәл осындай құрманы әзірлеп, сіздер өздеріңіздің туыстарыңызға сыйласаңыздар немесе сатылымға шығарсаңыздар болады. Ең осындай бізде осындай құрмамыз керек, тазалап жуып, кептіріп аламыз. Ішіндегі дәндерін дәл осы пышақтың көмегімен тазалап аламыз. Ішіне дәл осындай жаңғақты салып, жақсылап біріктіретін боламыз. Мен дәл осылай біріктіріп, барлығын шығарып алдым. Үйге өзімізге 15 дана дайындадым. Құрманы тазалап жуып, жаңғақты міндетті түрде тазалап жуғаннан кейін духовкаға кептіріп алсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Міне құрмамыз дайын. Алдын ала мен шоколадты ерітіп дайындап алдым. Шоколадты кондитерлік мешокқа немесе пакетке салып, қайнап тұрған ыстық суға қойсаңыздар, дәл осындай әдемі болып еріп шығады. Құрмаларымызды дәл осы шанышқыға немесе бочиска немесе таяқшаларға салып, дәл осындай шоколадқа батырып, вафельный крошки және де дәл осындай жаңғақты әрлеуге қолдансаңыздар болады. Қалағанша өздеріңіздің идеяларыңызға қарай әрлесеңіздер болады. Мен осылай жаңғақты және де дәл осындай үйдегі бар вафельный крошкаға мен әдемілеп сәндеп шықтым. Дәл осыны әдемілеп сәндеп шыққаннан кейін міндетті түрде тоңазытқышқа қойып қатырып аламыз. Қатырып алғаннан кейін дәл осындай әдемі қапшықтарына салып, еріген шоколадты дәл осындай үстіне құйып әдемілесеңіздер болады. Міндетті түрде сәндеу үшін міне біздің құрма шоколадымыз дайын болды. Өте дәмді әрі кәдімгідей өте дәмді кәмпиттердің бірі болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер және де дәл осыны дайындап сатылымға шығарсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады достар. Наурыз айы мен Рамазан айы бірге болғандықтан дәл осындай өте әдемілеп дайындап құрмаларды өз туыстарыма сыйлыққа берген болатынмын. Өте әдемі және туыстарым өте қатты қуанып, мәз болып қалды және де өз туыстарыңызды дәл осылай қуансаңыздар болады. Сорпамызды қойып қойдым. Сорпамыз міне көбігі шықты. Дәл осы көбігі шыққан сорпамызды міндетті түрде көбігін алып тастаймыз. Көбігін алып тастап қайнатуға қоямыз. Жай отта қайнатамыз. Алдын ала мен картоптарымды ашып дайындап алдым. Қайнап тұрған етіміз піскеннен кейін қайнап тұрған сорпаға картопты салып қоямыз. Картопты салып қайнатамыз және осы дәл сорпаға мен кішкене ғана бидай жармасын қосқан болатынмын. Ол жерде видеоға түсіруді ұмытып кетпін. Сол себепті кішкене ғана асқазанға ауыр болып кетпейтін жарманы қостым. Бидай жармасын өте дәмді болып шығады сорпаларыңыз, әрі жеңіл болып шығады. Және де дәл осындай кешкіге 6 дана нан дайындадым. Наным дәл осылай істеп аламыз және де дәл осы нанның толық рецепті менің YouTube арнамда бар. Толық қалай иленуі, қалай мен қамырда ашытуы және де нанның қалай дайындалуы менің YouTube каналымда бар. Кіріп қарасаңыздар болады достар. Міне біздің нанымыз да дайын болды. Ораза ауыз ашар уақытына да азғантай ғана уақыт қалды. Осындай дастарханды дайындап, нанымызды және де сорпамызды және тәттімізді және де осындай кешкі тағаммен жеңілдеу болатын капуста және сәбізден өте оңай салатты дайындадым.
капустаны майдалап турап, сәбізді де чүркудан өткізіп, өте дәмді салатты дайындадым. Кешкі астарыңыз ас болсын, ауыз бекіткен барша жандар оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз асыл болсын, және де осы видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздердің жазған комментарийларыңызды оқитын боламын. Және де келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Жансұлу.